Кипап, кетап. Ол түрі кипап деп аталады. Кипап сөзі жалпы ағылшын тілінен отырғанда үлгеру деген мағынаны білдіреді. Білмеймін, мен солай аударды. Бала күнімде жалпы Джеки Чанның фильмдерінен көретінмін, осылай жасап жатқандығын. Базар жоқ, базар. Ең маңызды сұрақ, бұл нәрсе жалпы маған не береді? Бұл бала күнімде мен қалаған трюктардың бірін орындау үшін маған керек болды. Сондықтан да бұған мен өте қатты қызықтым, және де мен қазір бұны істей аламын ба екен деп көрдім. Енді шамам жеткенше істеп көрдім. Енді видеоны қарасаңыздар болады. Менің сүйікті актерларының бірі осы Джеки Чан болатын тұғын. Канның фильмде, яғни неоспоримый фильміне қарап қызыққан болатынмын. Жалпы ойланып қарасақ қиын емес сияқты, жай ғана бүйтіп жатасыз да артпен қарап, содан кейін аяғыңызды итеріліп, короче, қолмен итересіз де бүйтіп тұрасыз ғой. Үйде, короче, ыңғайсыздау болып тұр, тоқта кетті ғой. Сөйтіп мен далаға локация іздеуге шықтым. Әзірге осы жер жарайтын сияқты, енді жалпы байқап көрелік. Енді қолымнан дұрыс келмей жатқандықтан мен енді басқандай да видеоларды қарап біраз гуглить еткім келді. Сондықтан әрбір видеоларды көріп, жалпы қандай әдістер бар екенін қарап отқан түрім ғой. Сөйтіп не керек, мен далада белімді ауыртып алдым да үйге кірдім, қайтадан барлығын жаңа видеодан көргендерімді жасап, жаңа сразу тұрғандай болдым, бірақ та енді білмеймін, бұл тұрғанға саналамаймын, сонда да жалғастыра бердім. Мен жалпы бұны жасай алғанымша тағы да біраз көрем, алда әлі қараңыздар. Негізі опасный трюк екен, біраз жерлерімді ауыртып алдым, негізі басымды деген сияқты, аяқтарымды, бойымды қайырдым біраз. Тігіп қараңыз ба. Мен бұны видеодан көргенімде өте оңай деп ойлағанмын. Теория өте қиын, тіпті бір апта үйренеді сияқтымын. Кейін екен, бірақ иншалла бүгін кешке дейін үйренеді шығармын деп ойлаймын. Қанша жерден құласам да, басқа істесем де, мойынды қайырсам да, қолымды қайырсам да, ауыртсам да бір жерімде бәрібір сынбауға тырыстым, енді барынша жасауға да тырыстым. Короче, бұны бірден істеу қолымнан келмеді, енді видеодан қарадым. Шаг за шагом істейміз бұйырса, яғни кезектен кезек. Кеттік солға шақ. Мінекей бұл бірінші әдіс, жай ғана өстіп алдыға қарай иілесіз де, жаңағы несін жасайсыз, құрған ағырымынды жасайсыз, қысқасын айтқанда. Ал бұл екінші әдіс, бұл жақта біз аяқты жаңағы тұруға үйретеміз. Ал бұл үшінші әдіс, біз мостикқа тұруға тырысамыз. Ал бұл төртінші әдіс. Төсекке жатамыз да, содан кейін екі аяқпен жерге тұрамыз. Енді мен бұны практика жүзінде көруге тырысып жатырмын, бірақ сонда да денемді қайта-қайта ауыртып, бірақ сонда да сынбадым. Тігіп қараңыз ба. Мен нәтижем қандай? 0, полный 0. Неге шынымды айтсам бұлай болады деп ойламадым. Енді негізі қатты бір травма алып қалдым. Енді алдағы уақытта қазір көресіздер жалпы. Осы тұста өзімді біттім деп ойладым негізі. Жалпы адамның омыртқасы енді бұл тәніндегі ең маңызды нәрселердің бірі, ол майысып сынатын болса адам, онда бітті, ол ештеңеге жарамай қалады, қолдар істемей қалады, мойын істемей қалады, аяқ қол істемей қалуы мүмкін деген сияқты. Және де осындай арбаға танылып қалуы мүмкін емес. Менде де сондай оқиға болып қала жаздады. Видео түсірем деп жүріп былай шлистра пострадать етемін деп ойламаппын. Мінекей аз белімді ауыртамын, походу омыртқамға майысып кетті, но бірдеңе болды үшін. Әлі ауырып тұр. И басыма қатты соққы келді. Қатты ите жүрдім. Бірақ енді білмеймін, осымен видео тоқтай ма, жолды жалғастырамын ба, сәл тынығып алайын, бұйырса көреміз. Может жалғастыра тапсырам. Біраз тынығып алдым, біраз болды, бір 10 минуттай ғана шығар. Короче, білмеймін, по-любому істегім келіп тұр бұны. Қанша қиналсам да, қанша тәнім ауырып тұрса да,
по-любому істегім келіп тұр, өйткені бұны істемесем менің миымда жаңағы түсініспеушілік болуы мүмкін. Білмеймін, по-любому істеймін, короче. Не болса да бәрібір деп мен өзімдікін жасадым. Мен бұлған ешқашан өкінбегенмін, өкінбеймін де, бұл жасап жатқан нәрсеме. Менің қазіргі мақсатым өткенді құрту деген, біз армандадық қызды тойымызды күту мені. Бұл менің бір тағы да бір күн жетістікке жеткендігімнің белгісі десем де болады. Осымен видео аяқталды. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Бұл енді жаңағы соңында қайтадан жасап жатқан түрім ғой, өзімше тағы шығып қалады мүмкін деп. Енді результат қатты керемет болмаса да, шүкір деймін болса, хотя бы істей алдым әйтеуір. Аман сау тұрғанда осы видеоны аяқтайын не болса да, әйтпесе что-то қиындап кетті. Мүмкін алдағы уақытта тағы да жасайтын шығармын, кім біледі. Тіліңе көп кетір кәлиманы